Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, өздеріңіз білесіздер, Атырау облысына жасаған өткен жылғы сапарында Сарайшық қалашығын оны зерттеуді, көркейтуді тапсырған болатын ескерткішін. Сондықтан Атырау облысы әкімдігінің қолдауымен Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі осы жұмысты біздер Сарайшық зерттеу жұмысын бастап кеттік. Бұл жұмыс жалпы 2023 жыл жүргізілді. Сондай-ақ өткен жылда да 2024 жылда да қазба жұмысы жүргізілді. Биылғы қазба жұмысы сол Атырау облысы мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы бөлген қаржы бойынша музей сол бір айлық қазба жұмысын бастады. Қазіргі уақытта қазба жұмысы осы қалашықтың мына Сарайшық ауылымен шектесетін аумағында жүргізіліп жатыр. Ендігі жоспар бойынша бір ай қазба жұмысында 15-те 15 көлемдегі шаршы метрде, яғни кемінде 500 квадрат метрдей жерді аршып зерттеуді көздеп отырмыз. Жалпы айта кететін жағдай, өткен жылғы қазба барысында мына қосымша қасында тұрған қазбада біздер жалпы Сарайшықтың Алтын Орда кезеңі, Ноғай кезеңі, Қазақ кезеңі, сондай-ақ бірқатар астыңғы мәдени қабаты, яғни бұл Моңғол дәуіріне дейінгі, яғни Алтын Орда дәуіріне дейінгі кезеңі анықталған болатын. Сондықтан биылғы жұмыста да осылай кішкентай 15-те 15 ауқымда болғанмен де бұл тереңдетіп қазір осы мәдени қаматтың зерттеу жұмысын жүргізіле бастайды. Енді қазіргі уақытта қалашықтың зерттеу барысында монеталар, яғни шығырдың тағы басқа әртүрлі түстегі керамикалардың қалдықтары, сондай-ақ қазіргі таңда бір жерлеу ғұрыптық орны ашылып отыр, қызыл кірпіштен салынған. Бұл осы кезге шейін Сарайшықта бұндай нысан анықталған жоқ. Сондықтан бұл нысан әлі де осы зерттеу барысында толық зерттеліп, кейін жұртшылыққа жарияланатын болады.